Иманов Ерлан деген кісіден сатып алдық. Оның тағы да бір көмекшісі бар, Төлеужан деген. Сол кісілер осы үйді соққан. Профессионал ретінде айтсам да болады, бұл үйлер заңға снипке қайшы. Біз мына үйді алған кезде бұл әлі черновой болатын. Кәдімгі қап-қара стена болатын, осындай келіп, мына жақта батпақлай болатын. Сол кезде застройщиктің өзі келіп бізге айтқан, мына үйді көрсетті, тура осындай қылып берем деді. Әдемле, барлығы жаңағы свет, газ, вода, барлық со всеми условиями өткізем деді. Сөйтіп мен оны енді аз емес 18 миллион қалғам, 2 пәтерді. Мұны үйсіп берді үйді. Қазір қарасаңыз газы жоқ, хотя газ турба мұны тұр қасымызда. Бізге застройщик айтқан, осы газ турбадан сендерге қосып берем деген. Судың түрі анау, отопление вообще қысымен болған жоқ. Бүкіл қанша ақша салдым мен ремонтқа, барлығы заяда кетті, өйткені обойдың барлығы ажырап кетті. Суық болғандықтан батарея жарылды. Қысымен менде отопление болған жоқ. Былтыр осы Қаскелен акімі келіп кеткен, осыда рабочий группамен келіп, застройщикке бірталай тапсырма берді. Ол застройщик оны я мақұл орындайым деді. В итоге, не керек, акім сөзді болмай қалды бұл кісілерге. Мына жақ қарсаңызда мусорка жоқ. Оны қайтесіз? Любой снипке қайшы келетін 2-5 этаждық үйге ана жерге септик қойып қойды. Біз жаңа Казниса деген мекеме бар Алматыда, соларға хабарласып сұрадық. Выше 3 этажей никакой застройщик не имеет права ставить септик деді. Бұл жерде 3 этажа емес, 2 по 5 этажа болып тұр. Мына септик мына жерден жолдың бойында тұр еще септик. Жел болған кезде ішке қарай иіс ұрады, вентиляция ештеңе жоқ. Ана даже 5-ші этаждан труба шығару керек қой, жоғары қарай шығып кететін ауасы. Ондай жоқ та, үйдің ішіне ұрады иістің бәрі. Мен алған кезде бұл квартиралар уже фактически бітпеген болса да, несі болатын, акт приемкасы болатын. Акт приемкаға сүйеніп, біз жаңағы нотариально оформлять еттік. Застройщиктің мойнына біраз нәрсе ілінеді. Заң бойынша, СНИП бойынша ілінеді. Жаңағы строительные нормы и правила деген бар ғой. В пределах нормы дейді ғой жаңағы, чтобы су болатындай, ыстық су болатындай, мынау сияқты бочка емес, урна тұратындай, септик емес, кәдімгі канализация болатындай. Минимальные условия, которые нужны, коммунальные условия дейді ғой, солар болу керек. Вот здесь можно наблюдать, насколько плохого качества у нас штукатурка. Вот смотрите, это просто не то песок, не то глина. Біз светке төлегенде 30 теңгеден төлеп жатырмыз. Сонымызды тезірек шешіп берсе екен. Осы Қарасай ауданының тұрғындары секілді бізде 16 теңгеден ба, 14 теңгеден ба сондай қып төлеп тұрсақ деп ойлаймыз. Сонымен қатар жылу мәселесіне келген кезде қыс бойы көршілер бір-бірлерімізбенен сен төле, мен төле деп қатты бір-бірімізбен шуылдап шығамыз. Сол әрқайсымыз жеке-жеке жылуымызға төлеп отырсақ, жақсы болатын еді. Тоже біреудің бұлайды жалғастықпен қараңыз. Біреудің автоматы. Жетшіп тұр ма? Анан сонда біреу сонда мына свет үшін төлеп отыр ма? Мынау кімнің үйі мысалға. Бізге хотя бы минимально неміз істеп берсінші, мына канализацияны алысырақ құрту керек. Өйткені любой сэс келеді, айтады, 10 метр жерде үйден септик тұр, ол дұрыс емес. Застройщиктің акімге берген уәдесін істеп берсінші. Болды, бізге особо көп нәрсе керек емес. Оны айтпақ түгілі жаздық та, айттық та, басқа да қылдық. Болды, мақыл, хорошо істеймін дейді. И сонымен просто жоқ болып кетеді. Аз ақша болса мейлі екен, миллиондаған ақша ғой ол. Бәрін қазір жинайтын болсақ, мына жерде әр үйде 15 үйден бар. Әр үйде 15, 30 үй, ал жоқ дегенде 7 миллионы санаған өзінде 200 бір нәрсе, 210 миллион болып тұр. Олар прекрасно біліп тұр, то, что біз үйдің ішіне тамаққа газды жүргізбейтініміз туралы. Жалпы осындай, және енді свет тоқты қазір өткізіп жатырық. Неге 30 теңгеден, себебі ол жерде почти 7000 киловатт потеря шығады, общий потеря.
Енді ол оны да тұрғындар төлеп жатыр да. Сол үшін ол 30 теңге болып жатыр. Қазір мемлекеттік жаңағы олар АЖК өздеріне алғаннан кейін электр жаңағы нелерін ашады, договорларын әрқайсысымен лицевой счеттарын. Сол кезде ол 18 теңгеге түседі.